Қайырлы күн достар, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Қуырдақ қазақ, қырғыз, өзбек және түркмен елдерінің ұлттық тағамдарының бірі болып табылады. Қуырдақ сөзінің өзі қуыру деген мағынаны білдіреді. Әдетте жаңадан малды сойған кезде қуырдақ жасап жатады, өйткені өте дәмді болады, әрі тез піседі қуырдақ. Мен бүгін жылқының етінен жасаймын. Етпен қоса бауырын, жүрегін, бүйрегін қосатын боламын. Алдымен ыдысымызға осылай майымызды құйып, етімізді салып, кішкене қуырамыз. Етіміз қуырылып, сөлі шығып, кішкене тартылам дегенше, мен жылқының бауырын, бүйрегін, жүрегін турап, жуып, дайындап қоямын. Мінекей етіміздің кішкене суы тартылды. Енді жаңағы бауыр, бүйрек, жүректі салып, кішкене араластырып, бетін жауып қоямыз. Енді пиязымызды жұқалап тураймыз. Және де осы ет, пияз, картоптан ғана жасасаңыздар болады. Бірақ мен сәбіз және болгар перецін қосқым келді. Сәбіз бен болгар перецін қоспасаңыз да болады, міндетті емес, бірақ қоссаңыз одан да әдемі дәм береді. Осы жерде өзіңіз дәміне қарай тұз, бұрышын қосып алыңыз. Мен етті тұздап қойғандықтан жарты қасық қана қостым. Одан кейін картопымызды үлкендеу етіп, осылай турап салатын боламыз. Енді 20-25 минутта тамағымыз пісіп қалады. Қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Мінекей достар, керемет болып пісті. Иісі деген бір құрап тұр. Өте дәмді болады, әрі тез піседі. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін болам. Осылай тамағымыздың үстіне укроппен, пиязбен әрлеп қосып жесеңіздер, дәміне дәм қоса береді. Рахмет, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғыс. Сіздермен болған Алтынай Құрманқожа. Аман болыңыздар, келесі кездескенше.